мағжан аман ба? Соғысында 15 мемлекеттің бәрінен де отбасынан жасы жеткені бар, жаңағы жетпесе де кішкене майданға кеткені бар, соғысып, қан төгіп, я болмаса бір жерінен оқ тиіп, жарақат болып, я болмаса із-түзсіз хабар-ошарсыз кеткен ата-бабаларымыз, ағаларымыз болды, иә. Соның бәріне де тағзым етеміз. Есімізден кетпейді, ел үшін ерлік еткен азаматтарымыздың жандары жаннатта болсын, кеткен батырларымыздың бәрі жастары жетіп, осы ұлы отан соғысынан еліне оралғанда да жасына жетіп те қайтыс болғандар бар. Қыршын кеткен батырларымыз бар, ата-бабаларымыз, ағаларымыз. Бір отбасынан 4-5 ағаларымыз, аталарымыз кетіп оралмағандары бар. Менің жеке өзімнің отбасымда 2 ағаларымыз хабар-ошарсыз кеткен, жарақат болып қайтқаны бар. Әке жағымнан да, шеше жағымнан да, қайын жұрт жағымыздан да. Сондықтан біздің әр отбасына бұл жеңіс күні бір жағынан қайғысымен, бір жағынан жеңіс туын желбіретіп жеңіп шыққан